Қыздар, осы рецептпен менің бауырсағым өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде осы рецептті қолданып көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Алдымен 1 стакан жылы сүтімізді, одан кейін 1 стакан жылы суымызды, одан кейін қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық дрожжиді қосып асылып араластырамыз. Кішкене майонез құйып шығамыз, немесе қаймақты да қолдансаңыз да болады. Одан кейін ерітілген сары майымызды қоямыз. Араластырып, енді електен міндетті түрде ұнымызды өткізіп саламыз. Осы електен өткізудің себебі қамырымыз ұнтақсыз, жұмсақ болып шығады. Қыздар, бауырсақтың қамыры міндетті түрде жұмсақ болуы қажет. Қатты болып қалса, бауырсақтарыңыз көтерілмей қалады. Оның барлығын бір дестен салып тастамай, жаймен салып отырамыз. Енді қамырымыздың бетін пакетикпен жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа жауып қоямыз. Міне қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді мен оны 2-ге бөліп алдым. Бір бөлігін қазір пісірем, бір бөлігін артынан пісірем деп алып қойдым. Енді қамырымызды оқтаумен жайып шығамыз. Қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, 1 сантиметрде қылсаңыздар да болады. Қамырды осылай дөңгелек қылып кессеңіздер де болады, 4 бұрышты қылып кессеңіздер де болады. Дөңгелек болған әрине өте әдемі көрінеді. Әрине кейде асығып тұрған кезде форманы 4 бұрышты қылып жіберемін. Енді кескен қамырларымыздың бетін 10 минутқа жауып қоямыз, жақсылап көтерілу үшін тағы да. Міне қамырым примерно 1 сантиметрде болды. Қатты жұқа болса, іші бұзды болып қалады. Қыздар, майымызды жақсылап қыздырамыз, бірақ қатты қысып кетсе, бауырсақтарымыз күйіп кетуі мүмкін, сол үшін қарап отырасыздар. Қызбай тұрған майға ешқашанда қамырды салмаңыздар. Әйтпесе бауырсақтар қатты болып қалады. Газдың орташа көзінде бауырсақтарымызды екі жағынан қызартып пісіріп алатын боламыз. Бауырсақтарымыз піскеннен кейін тәрелкемізге газет немесе салфетка қойып алыңыздар. Сол кезде бауырсақтың майы газетке ағатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Рецепт ұнаса пікір қалдырайық. Тіркелуді ұмытпаңыздар.